Баршаңызға сәлем. Бүгін осындай өте жұмсақ, ерекше дәмді, қамыры да ерекше болып тұратын етті пирог жасаймыз. Видеоны соңына дейін қарап, тамашалап, жасап көріңіздер міндетті түрде. Толық құрамын описание бөліміне жазып өтемін. Ең алдымен қамырын жасап аламыз. Ол үшін бізге май, қаймақ, жұмыртқа, қопсытқыш және ұн қажет. Майымыздың үстінен кішкене бір шымшым ғана тұз салып, оның үстінен жұмыртқаны саламыз да осы массамызды араластырып аламыз. Одан кейін ұнымыздың үстіне қопсытқышты салып, жақсылап екеуін араластырып аламыз. Және үстінен май мен жұмыртқаны және қаймақты саламыз. Осылай оңай қамырын илеп аламыз. Қамыр өте жұмсақ, қолға жабысқақ болып шығады. Үстіне кішкене ғана ұн қосып жібердім мен. Грамын сіздерге толық описание бөліміне жазып өтемін. Осындай жұмсақ қамыр илеп алып, оны пакетке салып, холодильникке 20 минутқа қойып қоямыз. Ол уақыт ішінде біз салмасына кірісеміз. Ол үшін бізге картоптарымызды кішкентай бөлікке бөліп турау керек. Кубикке тураймыз. Піскен уақытта жұмсақ болу үшін майдалап тураңыздар. Және пиязымызды да осындай бөліктерге бөліп турап шығамыз. Барлығын еттің үстінен салып, тоз, бұрыш және кептірілген аскөк салдым. Осының барлығын араластырамыз. Осымен біздің салмамыз дайын. Енді қамырымызды пергамент қағазына 80-80% қамырды алып, осы пергамент қағазына жайып шығамыз. Қамыр өте жұмсақ болғандықтан қолмен осылай ұндап алып, қолмен жая берсеңіздер болады. Арнама жазылып, қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыз. Мен осы пирогты 24 диаметрінде жасадым. Формаға салғаннан кейін шеттеріне бортиктерін жасаймыз. Одан кейін ішіне салманың барлығын салып, бетін тегістеп шығамыз. Лайкты аямай басып отыруыңызды сұраймын. Және комментарий бөліміне қандай тағы да тағамдар күтесіз, соны жаза отырсаңыз болады. Қалған қамырымызды кішкене ғана жайып алып, осы пирогымыздың бетінен қойып, шеттерін жабыстырып шығамыз. Және ортасын кішкентай етіп тесіп қоямыз. Бір жұмыртқаның сарысын бетінен салып, осылай бетін жағып қоямыз. Сонда пирогтарыңыз әдемі болып шығады. Үстінен кунжут, мак немесе осылай әртүрлі озорлар салсаңыздар болады. 180 градусқа 35 минутқа пісіріп аламыз. Міне біздің пирогымыз пісті. Қараңыздар, қандай әдемі болған. Осылай турап ыстық күйінде жесеңіздер өте дәмді.
міндетті түрде жасап көріңіздер. Салмасын ауыстырсаңыздар да болады. Кейін тағы сіздерге басқа пирогтарды жасап көрсетемін. Баршаңызға ас болсын. Сіздермен болған Жұлдызай.